Сәлеметсіздер ме? Мен Құттымұратова Балдия Маратқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжінің бастауыш білім мамандығының 4-ші курс студенті боламын. Бүгінгі біздің видео сабақ қазақ тілі пәні бойынша. Сабақтың тақырыбы хронологиялық даталардың көмегімен өмірбаянымды жазамын. Түбірлес сөздер. Бүгінгі сабақта біз түбірлес сөздер тақырыбын жалғастырамыз. Түбірлес сөздер тақырыбына байланысты жеке, топтық жұмыстар жасап, тапсырмалар орындаймыз. Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл-күйіміз қалай? Сабаққа деген дайындығымыз қалай? Жарайсыңдар, ендеше бүгінгі біздің сабағымызды мына өлең шумақтарымен бастайық. Ашық аспан болсын, әр күніміз біздің сәттілікке толсын. Қазақ тілі пәнінен білмегенді білейік, үйренейік, күлейік. Жарайсыңдар. Балалар, ал енді өткен тақырыпты қайталайық, есімізге түсірейік. Қазір біз бір қызықты ойын ойнаймыз. Ойынның аты сұрақты доп деп аталады. Ойынның шарты былай. Мен қазір қолымдағы допты сұрақ қою арқылы бір балаға бағыттаймын. Ол оқушы допты қағып алады да сол сұраққа жауап береді. Сұраққа жауап бергеннен кейін допты сұрақ қою арқылы басқа оқушыға бағыттайды. Сұрақтар өткен тақырып бойынша болуы қажет. Мысалға, түбірлес сөздер дегеніміз не? Аружан сұраққа жауап береді де келесі сұрақты басқа оқушыға қойып бағыттайды. Жарайсыңдар, өткен тақырыпты жақсы меңгеріпсіңдер. Қазір біз түбірлес сөздерге байланысты жаттығулар орындаймыз. Барлығымыз 26-шы жаттығуға назар аударамыз. Мәтінді оқы деген. Видеоны паузаға қойып, барлығымыз мәтінді оқып шығамыз. Ал ендеше мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Неліктен ағаштар отындық кәделік болып бөлінеді? Жауабын тексерейік. Дұрыс, тұрмыс пен шаруашылыққа жарамдылығына қарай. Тамаша, ағаштың жасына қарай қандай түрлері бар? Дұрыс, балғын, жас, толық өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, көп тұрып қалған ағаштар. Тамаша, келесі сұрақ. Жас ағашты неге кесуге болмайды? Дұрыс айтасыңдар, көктей соласың деп тыйым салады. Ал балалар, көктей соласың деп неліктен айтады деп ойлайсыңдар? Жақсы, жарайсыңдар. Ал енді тапсырма орындаймыз. Жаңағы оқыған мәтін бойынша түбірлес сөздерді табыңдар. Жауабын тексеріп көрелік. Дұрыс па, тексердік пе? Жарайсыңдар. Келесі мәтіннен түсініксіз сөздерді тауып көрейікші. Қандай түсініксіз сөздер болды? Кәделік, балғын, көктей соласың, сүрегіндегі. Бұл сөздердің мағыналарын түсіндірме сөздіктен іздеп көріңдер. Ал қазір жеке жұмыс орындаймыз. 27-ші жаттығуға назар аударамыз. Тақтада тұрған сөздерден туынды сөздер жасауымыз қажет. Балалар, есімізге түсірейікші, туынды сөз дегеніміз не? Жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Мұқият ойланып, асықпай жауап береміз. Жарайсыңдар, тамаша. Ал енді келесі 28-ші жаттығуға көшейік. Суреттегі адамдардың жасына қай ағаш түбірі сәйкес келеді? Мәтінді есімізге түсірейікші. Мәтінде ағаштың жасын қалай анықтауға болады деген? Балалар, ағаштың діңіндегі шеңберлердің санына қарап анықтаған. Енді барлығымыз мұқият қарап анықтап көрейікші. Суреттегі адамдардың жасы қай ағашқа сәйкес келеді? Ойланып жауап берейік. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар балалар. Ал енді сабағымызды қорытындылаймыз. Балалар, қазір біз еркін микрофон атты әдісті қолданамыз. Яғни, барлығымыз бүгінгі сабақ бойынша өз ой пікірлерімізбен бөлісеміз. Бүгінгі сабақта не білдіңдер, не үйрендіңдер, соны айтасыңдар. Және де бүгінгі сабақ сендерге несімен ұнады, несімен қызық болды, ой пікірлерімен бөлісесіңдер. Жарайсыңдар, рахмет.
Оқушылар, мен қазір сендерге 3 түрлі түсті алма күлегештерін таратып беремін. Жасыл алма сабақ жақсы деңгейде болды, маған ұнады, тақырыпты толық түсіндім дегенді білдіреді. Сары алма сабақ орташа деңгейде болды, тақырыпты толық түсінбедім дегенді білдіреді. Ал қызыл алма сабақ нашар деңгейде өтті, тақырыпты мүлдем түсінбедім дегенді білдіреді. Бүгінгі сабақ бойынша қорытынды жасап, қажетті алманы алып, корзинаға саламыз. Жарайсыңдар. Ал енді үйге тапсырма. Ағаштар туралы қызықты мәліметтер іздестіріп келесіңдер. Ата-аналарыңнан немесе интернет желісінен жан-жақты іздену керексіңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.